Қытайда ақ қағаз төңкерісі басталды. Қытайдың ең атақты университеттерінің бірі Чинхуа университеті мен Пекин университетінің студенттері қолдарына ақ қағаз алып, наразылық ереуілдеріне, наразылық пикеттеріне шықты. Ақ қағаз ол өте мәні жоғары құбылыс. Бұл Қытай тарихында бірінші рет болып отыр. Бұндай құбылыс бұдан ілгері Алматыда да болған. Өзінің наразы екендігін білдірген қазақ белсендісі қолына ақ қағаз алып, ешқандай саяси ұраны жоқ Алматыдағы желтоқсан алаңына шыға келгенде, оны Қазақтың ұлттық қауіпсіздік комитеті тұтқындап ала жөнелген. Яғни дара билеушілерге қарсы наразылық, ешқандай саяси ұрандар жазылмаған, бірақ өзінің наразы екендігін көрсететін сондай бір символдық және ажуалық сипаттағы бұл саяси күрестің тәсілі. Енді қазір Қытайда студенттер осы күрес тәсілін пайдаланып, және ол бірден Нанжин қаласына, Шанхай қаласына, Чыңдуға, тіпті Қытайдың барлық ірі қалаларына жалғасуда. Не үшін ақ қағаз? Себебі Қытайдың конституциясында адамдардың саяси көзқарасын айтуына, топтар құруына, ұйымдар құруына, баспасөзде ұқсамаған көзқарасын жариялауына рұқсат деп жазғанмен, бейне Қазақстанның 174-ші бабы сияқты халықаралық ұйымдар тарапынан сынға қалған, Біріккен ұлттар ұйымының өзі сындаған атышулы 174-ші бап деген бап Қазақстанның қылмыстық істер кодексінде бар. Бұл бап Қазақстан азаматтарының кез келген ұқсамаған саяси көзқарасын, немесе кез келген тіпті әлеуметтік мәселедегі ұқсамаған көзқарасын білдіруіне қарсы қолданылатын бап. Сөйтіп кез келген ашық ойлы азаматты осы 174-ші бап бойынша араздық тудырды, қоғамда тыныштықты бұзды деген баппенен соттай салады. Бұл биліктің диктатуралық күрес тәсілі, қысқа сөздің диктатурасын қорғау үшін пайдаланатын тәсіл. Қытайда да сол. Енді қазір Қытайдағы қазақтарымыздың жағдайы күннен күнге қиындап жатыр. Мынау қарашаның аяғы болып, желтоқсан келейін деп тұр. Соған қарамастан, анау шілденің аяғында көшіп кетуге тиісті жайлауынан қазақтарды көшірмей ұстап отыр. Күзеу жайына қалды. Дәл осы кезде қыстауға көшетін кез. Енді сол қазақтардың малы аштан қырылып жатқанымен қоймай, жайлауды қар басып қалды. Қойлар қардың астында қалған. Видеоларда қойларды қардың астынан қазып алып жатыр. Тіпті қойшекеш қойшының өзі барар жер басар тауы жоқ, ең тауда қой бағып жүріп үсіп қала жаздаған. Тағы бір видеода 10 шақты қазақтың, яғни малдарын айдап, жылылау қыстауларға көшкелі кеткен қазақтың бұрқасында қалып, малы да өзі де жоғалып кеткені айтылады. Тағы бір видеоларда мынау Қытайдың жалғаншы коммунист басшылары сол қар апатына ұшыраған малшы қазақтарды құтқаруға келіп, үсіп қала жаздаған малшы қазақты құтқарып, машинаға кіріп жылыныңыз деп отырған әлгі адамның аузы сөзге келмей, тіпті пәңгіріп айналасына қарап отырғанын көрсетеді. Екінші бір видеода әлгі адамның қолы үсіп қалса керек, кәдімгі мұз аралас суға екі қолын малып қойған. Үсіп қалған болу керек. Мүмкін енді қолы істен шығуы да мүмкін. О жағы әлі айтылады. Енді осындай неше түрлі сұмдық оқиға болып жатыр. Ең сұмдығы Шанхайда Компартия кет, Ши Цзиньпин кет деген ұран тасталды. Ал Үрімшіде қала ашылды деген хабар бар. Адамдар көшеде емін еркін жүр деген қазақ тілді видео бізге жетті. Көшеде көліктер жүріп жатыр. Ал Үрімшідегі өрт апаты ол өте сұмдық болған соншалық, ол осы жолғы Қытай халқының 4 ай, 5 ай, тіпті анығын айтқанда 2020 жылдан бері карантинде жабылып отырған, тіпті қайта-қайта қаланы ашқанмен қайта-қайта карантинге жауып отырған, күн сайын аузынан сілекей безін алып тексеріске салып отырған, есікті сыртынан құлыптап, сібәркілеп, дәнекерлеп тастап, халықты аштықтан шиқылдатып отырған, қан басу, жүрек ауру, қантты несеп ауру, тағы басқа көп кезігетін ауру
мен ауыратын адамдардың коронадан бұрын сол өздерінің ауруларынан дәрі жоқ, дәрмек жоқ, докторханаға барса қабылдамай, содан өліп жатқаны. Тіпті 2 қабат әйел туытханаға барса, корона тесттің жоқ екен деп, ол әйелдің докторхананың сыртындағы көгалда, далада туып қалғаны. Бұның барлығы Қытай халқының жүйкесіне тиіп отыр. Себебі халық аш, үйінде. Жылдар бойы, анау 1980 жылдан бастап еркін бизнес жасап, әбден маудың кезінде аш болып, шер ас киер киімге жармаған Қытай, Дың Сяопин деген Қытайдың кезінде қалтасы қампайып, шер аста киер киімге жарып, шетел көріп, Еуропа, Америка көріп қарық болып еді. Мынау Ши Цзиньпин деген сұмырай сол Мау заманын қайта орнатып, бүкіл халықты сол қолына билет кесіп беріп, мата алып, үкіметтің асханасынан бір орталықтан тамақтандыратын жүйені жасамақшы болып жатыр. Оны ашық айтпағаныменен кәдімгі мемлекеттік меншіктегі магазин, яғни Гуңшаушы дегенді қалпына келтірді. Оның өзіне 50 бәлемің жұмысшы алып үлгерді, тек бір өлкенің өзінде. Ал бұның өзі Гуңшаушы деген, яғни мемлекеттік меншіктегі бір орталықтанған магазин жүйесі, дүкен жүйесі қазір бүкіл Қытайға етек алып жатыр. Енді мемлекеттік меншіктегі асханаларды қалыптастырып жатыр. Ал адамдарды ашық тұрып ұстаудағы 2-ақ мақсат бар. Бірі Си Цзиньпин Мау болмақшы. Екінші, соғысқа дайындалып жатыр. Қазір Шинжаңдағы ұшы, қиыры жоқ, қисапсыз салынған үлкен алып докторханалар соның дәлелі. Ол докторханалар әлі салынып жатыр. Ол докторхана дегенде кәдімгі карантинге жабатын орталықтар. Кемі 500 адамдық үлкен, 3000-5000 адамдық үлкен алып ғимараттарды салып жатыр. Оның бәрі пластик терезелерден, тез құрастырылатын жеңіл құрылыс материалдарынан, темірдерден, вагондардан салынып жатыр. Немесе темір металл конструкциямен салынып, ортасы жеңіл материалдармен толтырылып жатыр. Ал бұл аудан, қалалардың сыртында бұл бәленбай 100 000 адамдарға арналып бұлардың бәрін салып жатыр. Бұның барына қисапсыз ақша кетті. Енді оның барлығы жайдан жай салынып жатқан жоқ. Қытайда сұмдық бір сойқан, үлкен, біз білмейтін жоспар бар. Мынау Ши Цзиньпин деген бұл сұмырайлығы, жауыздығы, қанішерлігі, фашистігі жағынан Путинді жүз орайтын сұмырай. Енді бұл сөзді айтқанда менің айтайын деген. Ол Тайванда соғыс аша алмауы мүмкін. Бірақ Қазақстанға әскер кіргізу үшін қандай да бір соғыс ашуы мүмкін. Сол үшін Шинжаңда үлкен жаңағы дайындыққа көшіп жатқан себеп сол. Сақ болайық қазақ. Өте сақ болайық. Және бір. Қытайдағы қазақтарға араша болу керекпіз. Қалқан болу керекпіз. Үнсіз қалсаң ешкім құтқармайды. Әр қазақ сөйлеу керек. Ереуілге шығу керек. Дабыл қағу керек. Видео үндеу тастау керек. Халықаралық ұйымдармен хабарласу керек. Әлеуметтік желіде жазу керек. Топтасып 5-10 қазақ болып видео үндеулер тастау керекпіз. Сөйлеу керекпіз. Үнсіз қалсаң, ол жердегі 5 миллион қазақты 5 тал шыбынды өлтіргендей Қытай құрта салады. Себебі көз алдымызда 2000 жылы 5 миллион фалунгунды тұтқындап, ішкі органдарын, ағзаларын, бауыр бүйректерін сатып жіберді. Міне содан бүкіл дүние жүзінде адамзаттың ішкі ағзасы қатты арзандады. Ал Қытай қырғын ақшаға ие болды. Бір адамнан $1 миллион жасайды. Есептей беріңіз. 5 миллион адамның әрқайсынан $1 миллион жасады деп орта есеппен есептеңіз. 5 миллион адамның әрқайсынан $1 миллион. Сонда 5-тің 12-ші дәрежесі болады. Яғни 5000 миллиард доллар ақша жасады. Яғни 5 триллион ақша. Ол дегеніңіз енді бір сіңірі шыққан кедей елді әлемдегі ең бай елге айналдыратындай ақша деген сөз. Есептей беріңіз. Енді Қытайдағы қазақтарымызға араша сұрамаса кеш болады айналайындар. Ертең оларды қынадай қырып тастағаннан кейін басыңды тау құрсаң да, тас құрсаң да, бармағыңды шайнасаң да кеш болады. Бүгін араша сұра. Құдайдың алдында бетің жарық болады. Ол біздің бауырымыз, әр қазақ біздің жалғызымыз. Қазір ол жерде қазақты шиқылдатып, аштықтан ұстап, онсыз да неше түрлі денсаулығында кінәраты бар адамдар коронавирустан емес, мына неше түрлі сол дәрі бермей өз үйінде қамап ұстағаннан өліп жатыр.
қан басым ауруларына дәрі жетіспейді, жүрек ауруларына дәрі жетіспейді, өкпе бауыр ауруларына дәрі жетіспейді. Онсыз да басқа да неше түрлі ауру бар адамдар, сол аурулар асқынып өліп жатыр. Нанға зар болып отыр, ұнға зар болып отыр. Көкөністі тіптен жеткізіп бермейді, шиқылдап. 2 тал сәбізіміз қалды. Ол 2 тал сәбізімізді 2 баламызбен Ерлі-Зайыпты екеуміз 4-іміз қайсымыз жейміз деп жылап отыр. Малдары қырылып қалған. Сұмдық болып жатыр қысқасы. Осы аудионың соңында біз видеоларды саламыз. Ол видеолардың ішінде кейбіреулері қазақ тілі мен қытай тілін араластырып сөйлеген, себебі бұқара қазақ, басшының бәрі Қытай. Анау қазақтар жаңағы кейде қазақша, кейде қытайша сөйлейді. Қазақша сөзінің ішіне хысан дегенді қосып қояды. Ол деген сөз сілекей тесті деген сөз, яғни коронавирустың тесті. Жаңағы фыңчың дейді, ол қаланы карантинге жабу, қаланы құрсаулау деген сөз. Жефің деп айғайлап жатқан ұрандар, ол мына құрсаулауды шешіңдер, еркіндік беріңдер деген сөз. Енді айтпақшы, Қытайдың ірі қалаларында, Үрімшіде мынау өрт апатында қыршыннан қиылған боздақтарға аза білдіріп жатыр. Майшам жағып аза білдіріп жатыр. Енді кәдімгідей неше түрлі наразылықтың түрлері көріліп жатыр. Мынау интернационал әні дейтін әнді баяғыда қызыл коммунистер дүниені осы коммунизммен жаулаймыз дегенде шығарған болса, енді осы интернационал әні Қытайда мынау Қытай коммунистерінің фашизміне қарсы жаңағы ұран ретінде айтылып жатыр. Жаңағы құлдықтағы адамдар, ояныңдар, еркіндік алыңдар, азаттық алыңдар деген сөз үшін сол әнді жастар айтып жатыр. Екіншісі, Қытайдың әнұранын айтып жатыр, мемлекет әнін. Неге әнұранын айтып жатыр? Себебі Қытайдың әнұранында қозғал, құл болғысы келмеген жан дейді. Құл болғың келмесе, азаттық үшін қозғал, тұр орныңнан дейді. Міне, күрес дейді. Осы сөз үшін мемлекет әнін айтып жатыр. Ал тағы бірі, олар бізден енді аузымыздан сілекей тексеруді доғарыңдар, құрсаулауды доғарыңдар, карантинге жабу доғарыңдар, бізге еркіндік керек деген ұрандардан тыс ең таңғажайып ұран, бізге патша керегі жоқ, бізге демократия керек дейді, бізге еркіндік керек дейді. Тағы Сычуандағы бір бүкіл осы бірнеше күнде жұлдызға айналып кеткен адам айтады, біз әлемдегі ең жаман нәрсе ауру және құлдық, кедейлік. Ал біз осының бәрі бізде бар. Біз құл болғымыз келмейді. Біздің кедей болғымыз келмейді. Бізге еркіндік керек дейді. Яғни Қытайда жастар қазір анық демократияны талап қылып жатыр. Қытай коммунистері бұғанға дейін саналарын улап, демократияның даму барысы болады, біртіндеп дамиды, капиталистік елде буржуазиялық демократия болады, ол дамып социалистік демократия болады, одан кейін коммунизмдік демократия деп бұл жараған оттаған теорияларын мың жерінен құйғанымен, олар қазір социалистік, коммунистік жүйенің фашистік жүйеден де жаман екендігін, ал халыққа еркіндік керек, ол демократия екендігін біліп отыр. Социалистік демократия деген сөздің оттаған сөз екенін біліп отыр. Тіпті олар дара билеушілікке қарсы ұрандар айтып жатыр. Бізге патша керегі жоқ дейді. Бізге демократия керек деп жатыр. Ши Цзиньпин тақтан кетсін деп отыр. Компартия кетсін деп жатыр. Міне бұл үлкен өзгеріс. Қысқасы, бұл өзгерістерді білу үшін біздің Атажұрт Қазақ Human Rights USA ақш каналы, немесе нағыз Атажұрт Қазақ Human Rights каналы, немесе Атажұрт Қазақ Human Rights қазақ каналы, немесе бұрынғы Атажұрт Қазақ Human Rights каналының астындағы видеоларға кірсеңіздер, әсіресе соңғы видеоларға кірсеңіздер, біздің Telegram каналымыз бар, сонда осы видеоларды көре аласыздар. Аман сау болыңыздар, құрметпен Серік